брат, сенің әндерің ұнайды маған күшті. Әсіресе мына әнің вообще потолок. Енді кім маған? Садырадин. Армысыздар, құрметті көрермендер. Менің есімім Тынбай Талғат. Бұл Талғатпен сұхбат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта актер, блогер Тұрар Ыдырыс. Мен не бар? Кішкене қателік кетіп қалған қойын жүрген. Қандай? Мен актер, блогермісің ғой, әншімін. Әнші? Жоқ, бәрі дұрыс міне. Блогер, актер, сценарийде тұр ғой солай. Жоқ, мен актер, блогермісің ғой, әнші деп дұрыстап айтсай. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бұл Талғатпен сұхбат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта жоқ, Тұрар, мен халықты алдағаннан бүйтіп мен. Блогерсің ғой сен, актерсің. Жар фильміне түскен. Естей берші, жалғастырайыншы, күшті сетіп бітірейікші. Қалай болса солай берші. Тұрар, сен жақында индус бауырларымызға арнап ән шығарыпсың. Иіс деген ән индустарға арналған. Иіс деген ән индустарға дейсің ба? Логикаға сәйкес болса солай болу керек қой. Иә, дұрыс, молодец. Тұрар, ренжімесең Wi-Fi қосып жібересіз ба? Wi-Fi? Иә, срочно керек. Жоқ па? Қосайын. Пароль қандай? 1-ден 9-ға дейін. О, жоқ қосылды. Жақында «Бросок кобры» деген фильм шыққан, новый. Соны біраз болды жаза алмай жүрмін. Қандай кино? «Бросок кобры» деген. Новый ма? Сол кішкене тұра тұрсын, ә? Қазір. Сенде андай болған жоқ па, сахнада өнер көрсетіп отқан кезде көрерменнен «Фу! Мынау кім вообще? Дауыс жоқ, таныспен келген, кет сахнадан» деген болған жоқ па ондай? Жоқ, болған жоқ. Тұрар, бізде андай ашық сұхбатта бұл жерде желательно шындықты айту керек. Жақсы қызатты сұхбатта. Енді болған жоқ қой енді. Прям вообще. Жоқ, болған жоқ. Сен Мақпал Жүнісовамен фит жаздың. Келесі фит Бибігүл Төлегенова ма? Тұрар, сенде инстаграмда 477 мың подписчик бар екен. Сания Уразова деген кім? Мен қақтан білейін ол, кім екен? Жоқ, просто подписчик қой. Тұрар, сен Алматы аренаға 10 мың адам жинап, олардан ақша алыпсың. Не үшін? Не үшін? Ән айттым. Алдан шығып, ән айттым, концерт бердім. Сонда 10 мың адам жинап, ән айттым ба жай? Иә, мен әншімін ғой мен. Сөйтіп, ән айттым. Менің жұмысым, сүйікті ісім армандап жеткен. Қызық. Ондай да шыққан ба? Не үшін айттың сонда ол әнді? Жоқ, просто сүйіктісің болса, үйде айта бермейсің ба деймін. 10 мың адамды әурелеп. Қазір Сулифа ойнаймыз, білетін шығарсың, ә? Сулифа. Бірақ басқа ереже бойынша сен тек қайшы көрсету керексің. Сен ше? Мен болады барлығы. Сулифа. Блин. Не істеп отырсың? Сен осылай істейсің ба? Мен олай істемеймін.
А? Әне, істедің ғой. Енді сен деп отқан жоқпын ғой. Деп істедім. Бұлай емес. Деп емес. Жай істе, жай. Логикалық сұрақ. Мақсатта 5 алма. Менде 3 апельсин, сенде коттедж, машина. Өмір әділетті деп ойлайсың ба? Сен PlayStation жақсы ойнайды екенсің. Қазір мықтысың ба, мықты емессің ба, екеуміз ойнап көрейік, дәлелдейік. Қандай команда таңдайсың? Қандай команда таңдайсың? Иә. Телевизор айдың. Ой, басталды отмазкаларды. Қой тастаса ойнамай-ақ қояйық. Вообще, комментарийге Тұрар отмазка айтты деп жазып кетіңіздер. Сен Реал футбол клубының жанкүйері екенсің. Сол жақта Лука Модрич деген мықты ойыншы бар. Неге сен солай ойнамайсың? Сенің де мүмкіндіктерің бірдей ғой деген ма? Сенде де аяқ бар, ода да бар. Сен елімізде кез келген адам цонға барып өзінің атын ауыстыра алатынын білесің ба? Чо, неге атыңды әлі ауыстырмадың? Мен атымды ма? Иә. Исімі ауыстыр. Сонда Тұрар деген ат ұнаймасын ба өзіңе? Ұнайды. Просто тағы бір ойланып көр деген ондай. Көп аттар бар Тұрардан күшті. Қандай? Серік, Талғат деген. Талғат? Сына мен Тұрар деген атымды Талғат деп ауыстырайын ба? Иә? Тұрардан күшті ғой дейбір. Тұрардан Талғат күшті ма? Қай жер күшті ол? Тұрар дегенде екі Р не звучит кішкене. Талғат дегенде екі Т бар ғой. Және Т деген басқа ғой кішкене. Р деген онша емес ғой. Р-на деген айта алмайтын болсаң онша емес шығар, бірақ күшті ғой. Тұрар деген Талғатқа қараған. Тұрар деген. Быт сияқты кішкене. Қарашы, өзің түріңе қарашы, Талғат болсаң түрің осындай болып қалатын. Жоқ, әдемі сияқты. Талғат, типа тал. Ағаш болып қалды деп тұрсың, көрді сен сияқты. Тұрар деген күшті ғой. Тұрар Талғатқа қарағанда мың есе артық Тұрар деген. Все, мен просто ұсынып, мен өзің ары қарай көресің просто. Бош жалғастыршы бұл. Мен сені салғасың келмей Тұрар. Иә. Кішкене атмосфераны жеңілдетейік. Иә? Ауыр болып тұр кішкене. Да. Ойын ойнайық. Да. Әнді тап ойыны. Қазір мына жігіт шығады да. Саған ән жасырады. Сол қандай ән табу керексің? Егер тапсаң, 92 ұпай береміз. 92 ұпай. Давай. Қандай ән? Мен тауып қойдым. Серьезно айтып тұрсың ба? Иә. Тағы да бір рет. Қайрат Нұртас, Алматының түндері. Дұрыс. 92 ұпай. Бош бітірш, бля. Тұрар, сенде стилист бар ма? Бар. Ол жұмысқа қашан шығады? Сен бір сұхбатыңда мен әйел адамдарды қатты құрметтеймін деп айтыпсың. Жалпы кез келген мықты еркектің артында мықты әйел тұрады деген келісесің бе? Келісемін. Бірақ сенің артында әйел жоқ екен. Артыңа қыздар қызықпай жүр ме? Айына қанша табасың? Айтпаймын. Примерно хотя бы 80 мыңнан көп па?
әнші болу керек те кезінде. Тұрар, 6-сына дейін 4-ің шықпай ма? 6-сына берем. Бір-екі тема бар, түсу керек. Саған жоқ. Танымал адамдар осылай. Мен ешкімді сүймеймін әніне, менде мықты ұсыныс бар саған. Ренжімесең қайырмасынан айтып бересің ба? Менің әнім ма? Иә. Мен ешкімді сүймеймін, ешкімді ұнамай, өтірік сезім болған мен енді қаламай. Осы жерде міне өтірік сезім болғанын менен бір темп та осы жер. Андай бір вокал жоқ. Вокал? Иә, андай бір скачок. Менде ұсыныс мынандай. Өтірік сезім болғанын мен енді қаламайм. Уже интересно да кішкене. Атың кім сен? Талғат. Талғат, көтің қыш. Ұсыныс жай. Қыш, көтің. Комментарийге жазып кетіңіздер. Сенің репертуарында әндерді зерттеп шықтым. Тақырыптар көп екен. Би жайлы, сары қыз жайлы, махаббат жайлы, әке, ана жайлы. Сантехниктер ренжиді деп ойламайсың ба? Олар жайлы ән жоқ. Сантехниктер. Сен бүкіл сұрақтан осындай ма қазір қоядың? Қандай? Тупой. Жоқ, басында жеңіл сұрақтар қойатын, кішкене қызып алу үшін. Жақсы сұрақтар бар негізі. Қоя берші жақсы сұрақтарын. Ең күшті сұрақтарыңды қойшы. Тұрар, сен бұрынғы продюсеріңе Porsche Panamera алып беріпсің. Сен продюсерің болсаң боламын. Жоқ. Бәрінің көкейінде жүрген бір сұрақ. Енді кішкене ауырлау сұрақ. Не үшін өзіңе қол жұмсағың келді? Мен ба? Ана интервьюда айтқанымды айтып отырсың ба? Енді мен ол кезде кішкентай болдым ғой. Бізде жарнамалық үзіліс. Вау, Мекка кола. Неткен дәмді? Халал. Мекка кола. Жаңа дәм. Мекка кола. Тұрар, ренжімесең сен де бір тұтай аласың ба? Просто Мекка колаға Тұрар ішеді деп келіскен ғой. Неғып келсесің сен менің артымнан? Айтпай. Жоқ, по-братски кішкене Ішпеймін мен коланы. долямды беремін. 10 теңге. Бір тұтап жүрсің. Болды, ақшаңды тұра жүрсінші. Ақша үшін емес, просто бітірейікші мынаны тез. Сен болды ма сонымен? Иә. Күштеген. Сен әндеріңді өмірде болған оқиғалардан шабыт алып жазады екенсің. Бүгінгі сұхбаттан кейін біраз шабыт алып бір ән шығар берсе. Мен бүгінгі сұхбаттан кейін шабытым өшеді наоборот. Вообще ән жазбайтын шығармын мен бүгінгі сұхбаттан кейін. Қақтағы шабыт. Тұрар, ондай ашық сұхбат, агрессия не үшін керек бізге? Ой, біля. Сен кикбокстан Қазақстан чемпионы екенсің. Еще өмірде көп төбелеседі екенсің. Мынау жігітпен шығасың ба? Иттің баса. Төбелесе бір. Мен без причин төбелесем ба осымен? Да? Жоқ, шықпаймын бұны. Сен мен шығамын. Сен көтіңді айырам. Түш. Мен Не? Тұрар, сен әніңнің сөзінде
әнін де өзің шығарады екенсің. Әр істі өз маманына тапсырсаң бір жақсы дүние шығады деп ойламайсың ба? Хиттер. Блядь, не дегің келіп тұр сен? Мынау кім вообще? Кім мынау? Неғып келіскенсіңдер мынаған? Не білейін, мынау сен қойып тұрған сұрақтарың емес. Мынандай шоу бар ғой, орыстарда ма бар ғой. Қалай? Жоқ ондай, мынандай жоқ. Менің проектім бұл. Атаң басы мен көрдім ғой ютубтан бәрі осындай болмайтын сұрақтар қойып отыратын. Өзің бірден ойлап таппайсың ба? Менің проектім. Уж көп па сұрағың әлі ана жерде? Қойып тасташы тез-тез. Өзім шығардым жобамды. Болмайтын нәрселерге де келісе бересің. Ошай. Тұрар. Деп істеші, брат. Долбоёбсың ба сен? Тұрар, өзіңнің әншілік өнеріңді 0 мен 1-дің арасында бағалашы. Сен натуре есек екенсің ғой таза. Мен бағанан бері шыдап отырмын. Неше сағат болды мына жерде сен қойып отқан сұрақтарың мынау, түрің мынау, шоуың мынау, плагиат па біреуден көшіріп алған. Плагиат емес. Есек дымда шықпайды мынауыңнан сен. Қай жерге шақырғансыңдар? Өзім жаздым. Не? Өзім шығардым. Атаң бас өзің шығардың. Біреуден көшір деген басқа не білесіңдер сендер? Тұрар, Не? чорт екесің сен. Өтіңді бір-ақ айырайын. Мен шоуым Тұрар. Бросок көбірге жазылмай қалып тұрады.